Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен Дәрменова Гүлбаршын Өзбекбайқызы. Найлы ауданы Қызылтөбе лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін таниды, сюжеттік желісін түсінеді. Оқушылар, бірінші, Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесіне байланысты түсірілген Білімләнд.kz сайтынан бейнебаянды тамашалаңыздар. Өте мұқият болыңыздар. Тамашалап болғаннан кейін бірінші тапсырмаға назар салыңыздар. Дайындал, назар сал, оқыңдар әдіс тәсілі арқылы тапсырманы, шығарманы сюжеттік желісіне сай жазыңыздар. Оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, шарықтау шегі, шиеленісуі, оқиғаның шешімі, дескриптор шығарманың сюжеттік желісін түсінеді. Асықпай, мұқият орындаймыз. Орындап болсақ, екінші тапсырмаға кезек берелік. Шығарманың прологы мен эпилогын жазыңыз. Бірінші ережелерді еске түсіріп алайық. Пролог көркем шығарманың оқиға мазмұны мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Ол шығарма идеясын дұрыс түсіндіру. Эпилог көркем шығарманы қорытындылайтын компонент. Еске түсіріп болсақ, 6 сұрақ. Неліктен сұрақтарына жауап бере отырып, шығарманың прологы мен эпилогын жазыңыз. Қыз бала неліктен қаймықпай жолаушылардың аттарын белдеуге байлады? Неліктен шал жолаушыларға сусын ұсына алмады? Неліктен естемес күйші жаңылға көз тастай берді? Ақсақал неліктен естемеске қолқа салды? Қыз неліктен нардың емшегін қысып ұстады? Естемес күйші неліктен жолын Оразымбетке берді? Дескриптор сұрақтарға жауап бере отырып, шығарма прологы мен эпилогын жазады. Рефлексия. 5-5 әдісі арқылы оқушылар сабақ кезінде нені меңгергенің жайлы 5 сөйлем жазыңыз. Одан кейін сол 5 сөйлемді 5 сөзге дейін қысқартыңыз. Соңында 5 сөзді 1 сөзге қысқартыңыз. Сол сөз бүгінгі сабақтан түйінді сөздерің болады. Еге тапсырма: эпилог пен пролог жазу. Эпилог пен пролог жазуға ұсынылатын тірек сөздер: екі күйші, бозінген, аяқталмай қалған күй, әке шарты, қыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар оқушылар.